Сәлем қыздар жігіттер, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сонымен мен сіздермен өзімнің өмірлік инсайттарымен бөлісуге дайынмын. Менің есімім Мақпал Қаратай. Міндетті түрде пікір жазып жанботалар, лайк басып, маған обратная связь беріп, мені қуантқызып, шабытыма шабыт қосып қойыңыздар. Сіздердің тараптарыңыздан кері байланыс болған сайын, менің ішімдегі мақтаншақ Мақпал одан ары құтырып, одан ары сіздерге бүкіл видеоны, бүкіл ақпаратты видеоны жазып, бүкіл ақпаратпен бөлісуге дайын болады. Мен жаңа осы видеоның алдында тағы бір видео түсірген болатынмын. Америкадан келгеніме 2-ақ күн болды, яғни толық әлі восстановить етілген жоқпын. Сондықтан видеоларды кішкене агрессивно, раздражительно жазсам кешірім өтінем. Ең бастысы мен айтылатын ойға терең назар аударыңыздар. Енді біздің өмірімізде, жанботалар, біздің ішімізде реакция бар, яғни біздің ішімізде восприятие бар. Мысалға, біздің өмірімізде бір қарыз болып қалды делге. Егер біздің ішкі реакциямыз, восприятиеміз дұрыс болмаса, осыған біздің бағалауымыз бар. Мен бейшарамын, мен қарыз болып қалдым, не деген сорлы едім деген нәрселермен усиливать етіп өзіміздің восприятиемізбен, яғни ол оқиғаны одан әрі қайғыруға, уайымдауға, өз-өзімізді сол дүниеге малып сүңгіте бастаймыз. Ал шын мәнде, егер сіз фактын алып қарайтын болсаңыз, да, сіз бәлкім қазір 100 миллион теңге берешегіңіз бар, бәлкім 25 миллион, бәлкім 3 миллион, маңызды емес. Әркімнің өзінің берешегі ол адамның шамасының шарқына қарай. Ал бірақ біз өзіміздің соны бағалауымыз арқылы, реакциямыз арқылы, восприятиеміз арқылы осы ойлардың тұңғиықтың ішіне батамыз. Енді исцеление келу үшін, жанботалар, сіздің ішкі реакцияларыңыз азаю керек. Ішкі реакцияларыңыз тоқтау керек. Мен сіздерге бір күшті оқиғамен бөліспекшімін. Осы өздеріңіз бәлкім аты жөнін біліп отырған шығарсыздар, жалпы әлеуметтік желіде мені часто жамандайтын адам бар. Все время мен туралы ақпараттар айтады, рилстар түсіреді, яғни менің қаншалықты жаман адам екенімді айтады. Жанботалар, мен сіздерге жақсы адам едім деп мақтанбаймын. Менің де бойымда жамандық та жетеді, жақсылық та жетеді. Әйтеуір сіздер сияқты өмір сүруге құлшынып жүрген, өзімнің жолымды тауып жүрген адамдардың бірімін. Сондай оқиғалардың бір кезекті бір кезегінде, яғни ол адам мен туралы жамандап жазып жатқан кезде әлеуметтік желіге, басқаға менің ішімнен не көтерілді? Реакция көтерілді. Реакция деген, мен ол адамды жек көріп жатырмын, бәлкім ренжуім мүмкін, бәлкім ашулануым мүмкін, яғни ішімде әртүрлі сезімдер көтерілді. Біз өзіміз оқиға на самом деле ешқандай жансыз. Ол адам жазды, инстаграмға жан жоқ. Біз өз сезімдерімізбен осы оқиғаны либо усиливать етеміз, либо жаңағы кішірейтеміз. Яғни мен үшін бір ойбай дүние төңкерілгендей сезім болатын болса, онда мен оны усиливать етіп тұрмын деген сөз. Сосын мен жаңағы бастапқыда осы оқиға, яғни мен туралы алғаш жамандап жазған кездерінде, осыдан 5 жыл бұрын, мысалы мен қатты страдать еткенмін, кәдімгідей дірілдеп, төңкерілгендей, бір как будто это несправедливо, мен жақсы адаммын ғой деген әртүрлі ойларға барғам, бірақ жылдар өте келе, ол адам часто мені жамандап тұрғаннан кейін, ол адамға өте қатты благодарю, молодец ол адам, өйткені менің ішкі реакциямды не істей алды? Дұрыстай алды. Яғни мен оқиға қайталана берген сайын, сен оны әртүрлі кезеңдер өту арқылы сенің ішіңдегі бастапқы реакция не істейді? Кетет бәрібір. Мысалға, сені еркек 10 рет алдаған кезде, сен 10 рет одан дүниенің жаңағы ойбай, мені 10 рет алдады демейсің, сен уже алданбауды біліп тұрасың. Сол сияқты адамға опыт болған сайын адам не істейді? Исцеляция етіледі. Яғни мен уже 5 жылдың ішінде қаншама мәрте бұл оқиға болғандықтан, менің ішімдегі реакция не істеді? Ақырын азайды, яғни жоғала бастады. Но соңғы оқиға кезінде, яғни жаңағы мен әлеуметтік желіге әртүрлі ақпараттармен айта бастаған кезде, мен сіздерге қазір ол ақпараттар жалған еді, немесе күшті еді, немесе дұрыс еді, немесе басқа еді деп ақталмаймын. Мен просто сіздерге өзімнің ішкі реакцияларым туралы айтқым келіп тұр. Реакция көтеріліп кетті қайтадан. Содан кейін мен сол реакциямды арқалап, жаңағы өзімнің ұстазымның алдына бардым. Сөйттім да, мен не істеймін дедім. Менің ішімде реакция көтеріліп тұр дедім. Сосын айтты, егер Мақпал деді, мен бұл ақиқатты білем, қазір сіздермен бөліскелі отырмын. Егер сенің өміріңдегі осындай оқиғалар жоғалғанын қаласаң деді, онда сен ішіндегі реакцияны тоже жоғалтуыңа тура келеді деді.
Қараңыздаршы, егер сенің өміріңде қарыз оқиғасы қайталана береді да, қарыздың ішіне қайта-қайта кіріп кете беретін болсаң, значит, сенің ішінде сол қарызға байланысты бөлінетін реакция бар, яғни определенный. Біздің мынау тело стало разумом дейді, тело как наркоман дейді, чтобы анау сезімдерді наркоман сияқты тәуелді болып қалған да, ол сезімдерге. Сол сезімдерді сезініп тұру үшін дейді, использует людей дейді, или ситуации, Джо Диспенза. Яғни ол сезімдерге маған зиян екенін менің бессознательностім білмейді, ол сезімді сезініп тұру үшін тура сол оқиғаны істейді, шақырады өміріне. Өйткені оны сезініп тұру керек. Ал сенің өміріңнен осы оқиғалар, қайталана беретін оқиғалар кету үшін сенің ішкі сезімдерің не істеу керек? Азаю керек дейді. Значит, 5 жылдың ішінде Жанбота сен ол сезімдеріңді не істедің? Кетіре алмадың дейді, маған ұстазым айтады. Яғни, саған задача со звездочкой. Қалай? Сен ол адамға махаббат сезін дейді. Паша мать дедім. Содан енді, яғни сен кәдімгідей, егер сенің жүрегіңде жаңағы болып жатқан оқиғаларға махаббат келген кезде, все они растворяется. Мысалға сен қарызға жақсы көріп, бұл қарыз болсам да, қарызымды да жақсы көрем, мен тірімін ғой, яғни бұл оқиғалардың бәрі мені өсіріп жатыр ғой дегенде, сенде здравый, жаңағы сенде сол здравый қарым-қатынас болған кезде, сенің өміріңден уже қарыз оқиғасының алатын түгі жоқ. Қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын, прям мұқият тыңдаңыздаршы. Мысалға өмірде маятниктер, қарыздың маятнигі, немесе жаңағы хейтердің маятнигі сияқты маятниктер бар. Сен қаншалықты қайғырасың, сен өзіңнің энергияңды сол маятниктерге не істеп жатсың? Беріп жатсың. Оқиғалар қайтадан өміріңе келе береді. Ал егер сенің ішіңде тыныштық болатын болса, олар сенен алатын түгі жоқ. Бір келді, ашық айтты, екі келді, ашық айтты, одан кейін оны істейді, басқа адамды іздеп кетеді. Яғни сенен уже қашып кетеді. Сондықтан сенің жүрегіңде махаббат болсын деді. Хорошо, махаббатты жасайын деп келемін. Түнгі сағат 4-ге шейін отырамын. Әлгі адамды көз алдыма елестетемін. Ішкі сезімдерімді ол адамға деген аңғаруға тырысамын. Қарасам, ішімде тола ненависть, ішімде тола реніш, ішімде тола раздражение. Ал сол сезімдердің астында махаббат бар. Енді сол сезімдерді я прожила, как мен грамотно проживать етудің жолдарын білгендіктен сезіндім, проживать еттім. Енді астындағы махаббатқа түсейін десем, түсе алмаймын ғой. Яғни мен ол адамды жақсы көре алмаймын. Менің ішімде бәрібір жыным келіп тұр, әртүрлі сезімдер көтеріліп тұр. Ертесіне жаңа ұстазыма қайттан барам. Мен айтамын, мен оны жақсы көре алмай жатырмын. Мені жаңағындай қаралап жатқан, мені жек көріп жатқан, маған жаңағы күйе жағып жатқан адамды мен қалай жақсы көремін деймін да. Сол кезде маған ұстазым айтады, егер сен жақсы көрмесең, Жанбота, онда ештеңең кетпейді, ол оқиға сенің өміріңде қайталана береді. Еще раз попробуй дейді. Сол мен таң атқанша мен отырдым, медитация жасадым, әлгі адамды көз алдыма қайттан елестеттім. Сөйтіп, екінші күні менің жеткен жетістігім, яғни менде ол адамға деген не реніш те жоқ болды, не жақсы көру де жоқ. Как будто отсутствует ештеңе. Не ренжімеймін, не жақсы көрмеймін. У меня все отлично, яғни ішімде пустота болды да. Сөйтіп мен ұстазыма барам, яғни менің ішімде не реніш те жоқ, не өкініш те жоқ, оған деген ешқандай сезім де жоқ дедім. Яғни ол айтты, енді үшінші күні попробуй полностью жақсы көруге. Саған осыдан кейін бірінші сен жек көрдің, екінші күні сенде отсутствует етті, енді махаббат келген кезде ғана сен өмірде, яғни өзіңнің жалпы жүректің мекендейтін дүниесі махаббат болып табылады. Егер біздің жүрегімізде адамдарға деген реніш, раздражение, оларға деген өкпе, дүние жаңағы өкпе тұратын болса, ол адамның ештеңкесі кетпейді. Біз өз жүрегімізді қарайтып жатырмыз да. Яғни менің ұстазым айтты, өзіңнің жүрегің үшін махаббатты төкші деді. Өзіңнің жүрегің үшін бүкіл әлемді, бүкіл қиындығыңды ол адамды да жақсы көруге тырысшы деді. Енді мен дәл қазір білмеймін қандай сезім бар екен, сол моментте жаңағы таудың басында отырған кезде, сол таңға дейін жұмыс істеген кезімде, таңға жуық мен жүрегімнен кәдімгідей төгілген махаббатты сезіндім. Өйткені ол адамның менің өміріме бекерден бекер келмегенін, ол адамның менің өмірімде белгілі бір сабақты бергенін, менің осы оқиғалардың бәрі пісіргенін, мені осы оқиғалардың бәрі өсіргенін, яғни маған ішкі иммунитетті құрып бергенін, бүкіл
жан жүрегіммен бір кезде түсінген кезде жүрегіммен шарпыған благодарность, алғыс сезімімен кәдімгідей махаббат келді. Яғни өмірде барлық нәрсе жайдан жай болмайтынын, осы оқиғалардың барлығы мені белгілі бір мөлшерде өсіруге алып келген ұқтым. Мен әрі қарай сіздерге ешкімді жақсы жек көрмеймін, мен тек қана махаббаттан тұрамын деп айта алмаймын, жанботалар. Әлі 1000 адамды жек көретін шығармын, 1000 адамды жақсы көретін шығармын, оның барлығы белгісіз. Бірақ егер сен өзіңнің өміріңдегі белгілі бір оқиғаларды жауып тастағың келетін болса, онда өзің үшін сол махаббатты алдындағы бастапқы табуға тырыс. Бастапқы сезімдер, мен жалпы сөйлеген кезде бір ойды айтып жатып, екінші ойға секіреді екенмін, өйткені менің миым тез жұмыс істейді ғой. Сондықтан маған надо научиться бір ойды до конца айтып, сосын келесі ойға өтуге. Яғни сол сіздің өзіңіздің үшін, жаңағы өзіңіздің ішкі тыныштығыңыз үшін, алдымен махаббатқа жету үшін бірінші жек көруді проживать етіңіз, екінші өкпелеуді проживать етіңіз, бәлкім это несправедливо дегенді проживать етіңіз. Бүкіл сезімдерді өткеннен кейін оның астында түбінде махаббат бар. Өмірді махаббатпен сүргенге жетпейді, махаббатпен оянғанға жетпейді, махаббатпен әлемге осы сезімді сыйлағанға жетпейді. Мен ойлаймын, әрбір душаның өмірге келгендегі негізгі миссиясы не? Мысалға, бізді мынау жарық әлемге, жер бетіне не үшін жіберді деп ойлаймын да. Алла тағала қандай да бір мақсаты болды да. Мысалға, бізді тек қана жаңағы өзгелермен алысу үшін, арпалысу үшін жіберген жоқ деп ойлаймын. Әрбір миссияның өмірге келгендегі негізгі, әрбір душаның негізгі миссиясы ол махаббатқа айнала алу. Сондықтан жүректеріңіздегі махаббатты тапқан кезде сіздерге өмір өте ғажап бола бастайды. Сіздерге өмір жеңіл бола бастайды. Қаншалықты ашулансаң, зығырданың қайнаса, керісінше өзіңнің жаның қиналады, өзіңнің ішкі әлеміңді құртып аласың да. Сондықтан махаббатты өзіңіз үшін табыңыз, кешірімді өзіңіз үшін табыңыз деп айтқым келеді. Егер мен айтқан дүние көңіліңізден шықса, онда лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Ал егер бұның барлығы бір қуып кеткен адамның әңгімесі, жоқ, мен бұған келіспеймін, әрі қарай жек көремін ол адамды десеңіз, онда өзіңіз білесіз, мәрхабат, мен сізге ештеңе істей алмаймын. Әртүрлі адам болғаннан кейін әр қилы пікір бар, бірақ мен өзімнің білетініммен осы арнада бөлісе кетуді жөн көрдім. Барлықтарыңыздың жүректеріңізге махаббат тілеймін, өмірге деген шексіз сүйіспеншілік тілеймін, адамдардың барлығына деген шексіз құрмет тілеймін. Өмірлеріңіз тек қана қуаныштан тұрсын.